екі түзудің арасында бұрыш біз бағыттаушы вектор анықтадық. Құрметті аудитория, сіздермен болғаннан кейін бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз аналитикалық геометрияның көптігісі кеңістіктегі түзу теңдеуі. Бірінші тақырыпша түзудегі векторлық теңдеу. Бұл жерде былай дейді: егер бізде бағыттаушы объекті беріледі, А векторымыз сол түзудің негізгі бағытын анықтайды. Яғни бізде А вектор L түзуіне параллель болады. Содан біз M0 нүктесі арқылы өтедік. M0-дің негізгі құрауыш нүкте X0, Y0 және Z0 негізгі құрауыш нүкте. Сол түзуде біз қандай да бір M дейтін нүкте қояйық. Оның координатасы X және Y, Z. Сосын мына табасы арқылы біз R0 және R дейтін екі вектор жүргізейік. Радиус вектор. Бұл O M0 және M дейтін вектор. Так, бұл радиус вектор. Так, бізде былай дейді, яғни біздің M0-іміз сол қандай да бар Т көбейтілген А деп вектордың қандай да бір жері. M0 дейтін қандай да бір Т дейтін қандай да бір сан А дейтін сол вектордың моделі. Так, енді бізде R векторын табайық. Мына R вектордан қандай болады? Мысалы бізде үш бірінші ережесі бар. R тең болады R0 қосылған M0 M. Енді M0-ның орнына мынаны қояйық. Сонда бізде R тең болады R0 Т көбейтілген А-ның векторы. Бұл түзудің векторлық теңдеуі. Біз түзуді бағыттаушы вектор ретінде анықтайтын теңдеуіміздің аты түзудің векторлық теңдеуі деп аталады. Келесі түзудің параметрлік теңдеуі. L түзу берген. Яғни біз M0 құрауыш нүкте M дейтін түзудің бойына қандай да нүкте. Соған біз екі радиус векторын өтейік. Алдыңғы жағында. Және біз өткен тақырыптарда мына форманы қорытып шығарған болатынбыз. Енді бізде түзудің параметрлік теңдеуі бар. Бізде А векторы координатасы осылай анықталсын. Z-тен қандай да параметр етсін. Яғни біз жиынтық алып шығамыз. Енді біздің параметр теңдеу келесідей формула анықталады. Яғни бізде мына осылай жазып шықты тура R-ді қойсақ. Енді біз орнына қойып шығамыз. Біздің түзудің параметрлік теңдеуі берілген. X-іміз осылай, Y-іміз осылай, және Z-іміз осылай. Ол бізде параметр теңдеу. Ал жалпы алматы. Бізде келесі каналдық теңдеу. L түзу құрайтын координата және түзудің бағытын анықтайтын вектор берілген. Бізде мына параметр теңдеуде
санап алайық. Тең болады x минус 0 бөлінген 0. Ол тең болады y минус y 0 бөлінген m. Z минус z 0 тең болады n. Ол бізде канондық теңдеу шығады, яғни параметр теңдеу. Осылай берсе, канондық теңдеу бөлшектен беретін теңдеу. Так, келесі бізде кеңістікте түзудің жалпы теңдеуі бізде екі жазық берген, омега бір омега екі деген өткендегі кесалықтардағы формуласы естеріңізде болса. Соның бізде екі нормаль вектор бар. Өзара перпендикуляр және олардың көбейтіндісі пропорционал емес. Бізде L түзуі беріліп тұрды. Екі жазықтың тоғысқан кезде L түзуін беріп тұр, яғни бізде L түзуіміз N1 және N2 дейтін нормаль векторге перпендикуляр екен. Және бізде бағыттауыш вектор А дейтін соның көбейтіндісі перпендикуляр болу керек. Перпендикуляр болу үшін біз келесідей формула жасайтынбыз. Матрица арқылы белгілейткеніміздің мына жерде нормаль вектор, мына жерде параметр теңдеу. Соның бәрі нөлге тең болады, яғни мына жерде анықтаушыларды анықтап нөлге теңестіреміз. Мынау жалпы біздің түзудің жалпы теңдеуі екен. Так, келесі бізде кеңістіктегі екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі бізде түзу берген және оның бойындағы екі нүкте анықталған. Және олардың координаталары x1, y1, демек x2, y2. Олардың координаталары азайту арқылы табылады екенбіз. Және бұл бізде бағыттаушы вектор А болады. Енді бізде онда L, M, N бар. Осыны біз бөлек теңестіреткен бізде M-ға, N-ға. Енді бізде канондық теңдеуі бар. Канондық теңдеуді осылай бар екен. Қойшамыз x минус x1, y минус y1, z минус y1. Ол бізде L, ол бізде және N. Ал бізде екі нүкте арқылы өтетін кеңістікте түзу теңдеуінің жалпы формасы. Келесі қарастыратын екі түзу берген, яғни арасынан бұрыш табылған. Екі түзудің канондық күйі берген. Канондық күйі берген біз арасынан бұрышты табылған. Ең бірінші бағыттаушы вектордың координатасын алып біріншісінде N1 болсын, екіден N2 болсын. Енді бізде арасынан бұрышты табуға жетті. Оның көмегімен біз табамыз. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз жазықтықта екі түзудің бұрышын тапқан едік. Ол қосындысы арқылы шығатын еді. Дәл сол секілді жазықтықтағы жағдайды тура сол өткендегідей жолмен шығарып көрейік. Мына бізде косинус альфа А тең болады А1 бөлген А2 модуль А1 бөлген модуль А2 деген формула естеріңізде болған. Енді көбейт шығамыз. N1 N2 N1 N2 N1 N2 Енді модуль яғни түбірге квадраттаймыз. N1 квадрат басқан, N1 квадрат басқан, N1 квадрат бөлген N2 квадрат басқан, N2 квадрат басқан, N2 квадрат. Енді екі түзудің арасының бұрыш біз бағыттаушы вектор арқылы анықтадық. Сіз соңғы тақырыпшы екі түзу берген бір жазықтағы жатудың шартын қарастырамыз. Екі түзу берген L1, L2, яғни біз соның ойын N1, N2 нүкте боламыз. Бізде ол нүкте салайық. Және бізде ол M1, ол N2, сәйкесінше N1, N2
радиус вектор бар. Радиус вектордың ауылының координатасы келесіге келген. Ауылы керек бізде. Сол енді бізде бір жаста шарт болсын, олардың көбейтіндісі компонент болу керек. Яғни біздің компонент болу шарт, яғни біріне бар болу керек. Координатор және де бір А1 бізде компонент болса, оның азайтысымен вектордың, яғни бізде бағыттаушы вектордың арасында компонент шарты бізде айырма мен бағыттаушы вектордың арасында көбейтіндісін нөлге тең болу шарт. Оны қалай көбейтеміз? Жаңағы матрицаны қолданып. Анықтауыш мен ең керек болғанда бізде компонент шарты орындалады. Яғни бізде екізіміз бір жаста жатады. Егер біздің жағдайымыз анықтауыш нөлге тең болса, бізде түзу екі түзу бір жаста жатады. Егер екі бағыттауыш векторымыз, яғни A1 теңдей қандай болса, онда бізде қиылысады. Екі түзу қиылысады өзара бір жаста. Ал егер анықтауышымыз нөлге тең емес болса, онда бізде E1 мен E2 екі түзу айқасады өзара. Жалпы біздің сабағымыз осымен аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып кетіңіздер. Сенің мұға әлей, сау саламатта болыңыздар.